Ойнаймыз ба? Ал тыңдаңдар балалар. Бұл ертегінің аты Қызғаншақ қоян. Бір қызғаншақ қоян болыпты. Қолында әдемі үлкен сәбізі бар екен. Сол сәбізін жейм деп ойлаған ғой, мақтанып, қазір қарным тояды деп сәбізін ұстап, жолда келе жатса көңілді болып. Бір кезде алдынан бір әдемі көл шығыпты, су. Әдемі су тап-таза екен. Көлге қараса, ішінде бір қоян тұр, сәбіз ұстап, өзі сияқты. Соңген бүйтеді, қоян, әкел, анда сәбізі үлкен сияқты болып көрінеді, бүйтеді. Қоян, әкел ана сәбізіңді маған. Анау үндемейді. Соңген қоян, айырбастайықшы сәбізімізді дейді. Мен саған берем, сен сәбізіңді маған бер дейді, ананы алдап. Ол қоян суда үндемейді. Соңген жаңағы ашуланады да қоян суға секіріп түседі сәбізінен. Сөйтсе сәбіз суға қолындағы не істейді балалар? Батып кетеді, суға батып кетеді. Қолында сәбіз де жоқ, түк те жоқ. Қоян зорға дегенде су болып малтып жағаға шығады. Жағаға шыққаннан кейін отырып ойланады. Ой, мен қандай ақымақ қоянмын. Ана судағы менің бейнем екен ғой. Мен соны секіріп екі ортада өз сәбізімнен де айырылдым дейді. Көрдіңдер ме? Сондықтан балалар қандай болмау керек? Қызғаншақ болмау керек, қызғаншақ болмау керек. Ақылды болу керек, жақсы болу керек. Бәріне қанағат тұту керек. Мысалы, сендердің үйлеріңде бәрінде көбісінде апа бар, аналар бар, әкелер бар, иә? Солар сендерге мысалы неше түрлі ойыншық әпереді, киім әпереді, тамақ әпереді. Сондықтан сендер күнде ата-анаға не айтуларың керек? Алғыс айтуларың керек. Тамақ ішіп болғаннан кейін осы апайларға бәріне сендерге білім беріп тұрмын. Рахмет, апай. Біз сізді тыңдаймыз. Ата-анаға рахмет деп айту керек. Алғыс айту керек. Білдіңдер ме? Ылғи қандай болу керек? Қанағатшыл болу керек. Ұнады ма сендерге ертегі? Рахмет сендердің тыңдағандарыңа. Ертегі өте қызықты екен, иә? Әжемізге көп рахмет.